Үшінші бөлім. Отбасы құруда проблема адамдар. Бірінші тақырып. Өз-өзіне толыққанды сенімі болмаған адам. Өз-өзіне сенімі жоқ адамдар көбінесе бала кезінде ата-анасы басы артық мейірім көрсетіп, өмірдің қиыншылығына үйретпеген. Баласы ағалақан бос белбеу болып өсуден пайда болады. Бұндай жағдайда баланың өзіндік мені толық қалыптаспағанымен қоймай, адам ретінде де тұлғалық қабілеттері толық қалыптаспаған болып саналады. Өйткені кез келген мәселеде бала кезінен ата-анасы баланың алдына түсіп, баланың орнына шешім қабылдап, баланың өз еркімен шешім қабылдауына мүмкіндік бермегендіктен уақыт өте келе баланың болашағына орасан зор кері әсер жасап, былайғы өмірде бала ешқашан бетінше шешім қабылдай алмай қалатын ауруға ұшырайды. Бұндай адамдар ерлер мен әйелдерде ортақ болғанымен, еркектерде әлде қайда көбірек басым әрі әсері көп болады. Бұндай адамдар кез келген мәселеде өзі шешім қабылдай алмай, мәселенің шешу жолын таба алмай, психологиялық тығырыққа тіреледі. Әрқашан қиын мәселелермен бетпе-бет жолығудан қашқақтап, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен әрекет етуге тырысады. Кез келген ұсақ-түйек мәселелеріне дейін ата-анасымен ақылдасуға тырысады. Әсіресе анасымен бөліскенде құштар болады. Бұндай адамдар ертең өз алдына біреуді жар ретінде таңдап, шешім қабылдауды да қиын қабылдаса да, анасының айтқанынан шықпайтын болады. Сондықтан бұндай адамдар ұзақ уақыт үйлене алмау, таңдаған адамымен тіл табыса алмай, үйленбей жатып айырылысуы көп болады. Отбасы құрған күннің өзінде жарына ие болу, бала шағасына тәрбие беруде әлсіздік танытып, анасының сөзінен шыға алмай, бала шағасын дұрыстап баға алмай, ата-анасы мен әйелінің ортасында жүгіріп жүріп, отбасын қалай ажырасқанын білмей қалады. Екінші тақырып. Негатив, қара ниетті адамдар. Бұндай типтегі адамдар ешқашан мәселенің жақсы жағын көрмейді. Әрқашан айналасына негатив көзқараспен қарағандықтан, өмірдің барлық жағы қиыншылық пен азаптан тұрады деп қарап, өмірі қиыншылық пен рухани әрі психологиялық проблемалардан көз ашпай жүреді. Бұндай адамдар өмірде өлмес ауқат тауып күн көргенімен, айналасындағы өзі тектес адамдармен салыстырғанда жеткен жетістіктері аз болады. Әне, соның кесірінен жетістікке жете алмаудың кесірін өзінен емес, басқадан, мемлекеттен, саясаттан, қабылдаған заңдар мен ережелерден, мысалы, жол ережесін бұзғанын жол полицияларынан көреді. Баласының сабақ оқымауына мұғалімін кінәлі санап, кінәні басқадан іздеп, барлық адамдарды жамандап, мәселенің шығу тегін, кемшілігін басқалардан іздеуге тырысады. Бұндай адамдар өмірдің кез келген саласында жетістікке жете алмайды. Бақытты да бола алмайды. Болса да сол бақытты сезіне алмайды. Өздерін бақытсыз еткендей, айналасындағы адамдарға да негатив атмосфера тудырып, олардың да бақытсыз болуына себеп болады. Бұндай адамдардың бір адамды тауып үйленуі де қиын. Ғашықтық, албырт сезіммен үйленген болса, әрі қарай сақтауы өте қиын. Үшінші тақырып. Тырнақ астынан кір іздейтін адамдар. Бұндай адамдар кез келген мәселемен бетпе-бет келгенде шешім қабылдау қабілеті аз, себебі әр нәрседен тек кемшілікті күтеді, өзінен басқа ешкімге сенбейді. Қандайда бір жасалған іс көңіліне ұнаса да, әйтеуір сынықтан сылтау тауып тырнақ астынан кір іздейді. Бір нәрсенің 99 жақсы жағын көрмей, тек бір ғана кемшілігін көріп, соған бола арадағы байланысты үзіп, көмектесуден немесе бірігіп жұмыс жасаудан бас тартады. Әр нәрсенің тек қана жақсысын, әдемісін, дұрысын іздегендіктен өмірде көп таяқ жейтіні белгілі. Себебі өмірде кемшіліксіз жаратылған еш нәрсе жоқ екені елдің бәріне түсінікті. Бара-бара машинасын кілттегеннен кейін міндетті түрде 4 есігін жеке-жеке тартып көретін сенімсіздік ауруына ұшырайды.
ешкімге сенбейді. Әр нәрсені тек қана өзінің қадағалауында болғанын қалайды. Бұндай адамдардың өзгелерден бірден бір ерекшелігі әсіресе тазалықты талап етуімен ерекшеленеді. Әні соның кесірінен үйлену процесі ұзаққа созылады. Үйленсе де дау-жанжалдан көз ашпайды. 4-ші тақырып: қызғаншақ адамдар. Қызғаншақтық әркімнің бойында жаратылысынан бар қасиет. Ұлы жаратқан Алла берген сол қасиетті өз мақсатында өлшеммен қолдана алса, адам баласының ары мен намысын, ұяты мен мал жанын сақтау үшін тамаша құрал ретінде қаралады. Бұл қасиет біздерге отбасыны, ұрпағын, отанын қорғау сынды дұрыс жолдарда қолдану үшін берілген. Алайда бұл қызғану қасиетті белгілі бір өлшемнен шыққаннан кейін адам бойында пайдасынан гөрі зияны көбірек болып, тіпті кейбір адамдарда шектен тыс рухани ауруға айналады. Соңында өзін де өзгені де зиянға ұшыратады. Бұндай адамдар отбасында қызғанышын дұрыс қолданбаса, әрі екі жастың бір-біріне сенімсіздігі артып, бүйректен сирақ шығарып, әр іске күмәнмен қарап, ақыр соңында ажырасудан басқа жол қалмайды. Бұндай трагедия отбасында өмірде бала келгеннен кейін болса, нәтижесі мүлдем жаман болмақ. 5-ші тақырып: рухани жақтан құлдыраған, депрессияға ұшыраған адамдар. Рухани ауру адамдар біздің ғасырымыздың отбасына айналған, шешімін таппай жатқан ғасыр індетінің бір түрі. Бұндай адамдар отаның ең кішкене бөлшегі отбасыдан бастап алып мемлекеттерге дейін жазылмайтын бас ауруындай болғаны қашан. Ондай адамдар күнделікті ұсақ-түйек қателіктерден бастап, соңы өз-өзіне қол жұмсауға дейін барады. Алайда осындай психологиялық ауытқушылыққа апаратын себептерді санағанмен бітпейді. Әлеуметтік байланыс пен қарым-қатынастар теңдігі бұзылған бір ортада бұндай ақыл мен тәрбиеден ауытқушылық басқа рухани құндылықтарды дұрыс болған қоғамға қарағанда көп болады. Бұндай ауруға ұшыраған адам бір сәтке өзін тежеп, әлеуметтік ортадағы қарым-қатынасын дұрыстап, уақытында емделмесе, соңы депрессияға апаруы мүмкін. Бұндай адамдардың негізгі мәселесі өз-өзімен және айналасындағы адамдармен қарым-қатынас жасауда белгілі дәрежеде дұрыс тепе-теңдік жасай алмауында жатыр. Бұндай ауруға ұшыраған адам бір сәтке өзін тежеп, әлеуметтік ортадағы қарым-қатынасын дұрыстап, уақытында емделмесе, соңы депрессияға апаруы мүмкін. Бұндай адамдардың негізгі мәселесі өз-өзімен және айналасындағы адамдармен қарым-қатынас жасауда белгілі бір дәрежеде дұрыс тепе-теңдік жасай алмауында жатыр. Басқа түскен қиыншылыққа келгенде төзімділігі жетпейді. Себебі бұл дүниенің көп нәрселерінің шешілуі тек қана материя, дүние деп ойлағандықтан да материяның шамасы жетпеген жерде рухани жақтан күйзеліске тез түседі. Әні соның кесірінен кез келген ортада жүйкесі сыр беріп, лезде ашуға беріліп, мәселенің мәніне ақылмен ойлаумен, кеңесумен шешім қабылдаудың орнына мәселені ойламауға тырысып, керісінше ойын басқа бос нәрселерге аударып, түсініксіз музыка тыңдау, шытырман фильм көру, шымдықпен шылымға салыну сынды пайдасыз нәрселермен уақытша өзін алдайды. Алайда шешімін таппаған мәселе сол күйінде алдына айналып келе берген соң, одан сайын рухани жақтан күйзеліс күшейе береді. Олар отбасына жауапкершілікпен қарау былай тұрсын, отбасы мүшелеріне басы артық жүк болады. Оларға үнемі күрделі мәселелер тудырып, оларға өмірге деген үміт бергеннің орнына керісінше соңы жоқ күдік, үмітсіздік сыйлайды. Бұндай адамдар үнемі отбасының қирауына апаратын бәйтеректің түбіне түскен құрт тәрізді. Олар үнемі өздерін бақытсыз сезінеді. Өмірден тек қана негатив нәрселер көре бергендіктен. Ұзамай жүйке ауруына ұшырауы мүмкін. Тіпті бастарына қиын жағдай түскенде айналасындағы отбасы мүшелеріне тіл тигізу, қол жұмсау сынды ақылсыз әрекеттерге барады. Тіпті ең сорақысы өзіне қол жұмсауы да мүмкін. 6-шы тақырып: өзімшіл адамдар типі. 20-21 ғасырда адамдардағы ең үлкен аурулардың бірі өзімшіл адамдардың бүкіл адамзат қоғамын жайлауы.
Бұндай адамдар нәпсі құмар, дүние құмар, атақ құмар болғандықтан әрқашан әркімнің назары тек қана менде болсын, мен алда болайын, барлық нәрсе менен басқа ешкімде болмасын дегеннен кейін өзгелерге көмектесу, басқалардың хал жайымен санасу, басқалардың деңгейінде ойлай білу, шешім қабылдай білу сынды істерден махрұм болады. Оның көз алдында бір-ақ нәрсе бар, ол жатса тұрса бар нәрсе тек онда болса, оған ғана қызмет етсе, ол ғана пайда тапса деген тек өзіне ғана арналған қалаулар басым болады. Ондайлар отбасы мүшелеріне кез келген мәселеде әділ көзқараспен қарай алмайды. Олардың мәселелерді ақылмен ойлауы, өзгелерді түсінуі, діни көзқарасы толыққанды болмаған соң, олар үшін отбасында билеуші болу, ақшаны қолда ұстау, шешім қабылдаушы болу бәрінен маңызды. Олар әрқашан отбасы мәселесіне немесе үйленуге жыныстық қажеттілік ретінде қарайды. Нәпсінің қалауын қанағаттандыру үшін кез келген тәуекелге барады. Алайда құмарлығы басылған соң немесе ақша мен билік қолына келген соң басқа түскен жауапкершілікке бас пайдасыз селқос қарап, қол сілтеп тайып тұру басты әдеті болып саналады. Тіпті өзінің нәпсісін ақтау үшін екіжүзділікпен амал етуден тайынбайды. Әдеттегі өмірде адамның құндылық, ақиқат, әділеттік, құқықтық мәселелерін қорғауда ұлт жанашыры секілді көрінуде алдына жан салмайды. Ал нақты мәселенің шешуші кезеңінде, нақты іс жасайтын сәтте өзінің бас пайдасы болмаған жерде сатқындық жасау, басқалардың жолына кедергі жасау, артынан сөз айтып ор қазудан тайынбайды. Отбасы мәселелерінде өзінің ыңғайына көнбесе ажыраса салу ол үшін ең оңай шешім болып саналады. 7-ші тақырып түрлі комплекстерге түскен адам. Комплекс адамдардың өзара қарым-қатынасының ауытқушылығы, дұрыс жолға қойылмауы немесе қалыпсыздыққа түсуі. Мұндай адамдар өздерін басқа ортада өзінің негізгі жаратылысынан басқа бір типте көрсетуге тырысады. Кедей болса бай болып көрінуге, көріксіз болса басқаларға әдемі көрінуге тырысып, өзінің рухани жақтағы әлсіздігін, өзіне деген сенімсіздігін жасырын ұстауға тырысады. Комплекстің үлкені өзінің байлығын, түрін, әдемілігін, атағын, тегін, күшін, беделін көрсетуге әрекет етсе, ал кішісі керісінше кедейлігін, әлсіздігін, кемшілігін жасыруға, оны басқаларға сездірмеу үшін жалған әдеттерге бару, өтірік айту, өтірік түр жасап бояну тағы басқа айла амал арқылы басқалардың назарын аударуға тырысады. Олар басқа адамдардай бола алмағаны үшін өздерін бір түрлі жайсыз сезініп, әрқашан өзінің осындай әлсіздігін көрсетпеу үшін адамдармен ашық барыс келіс жасаудан қашады. Үнемі жалғыздықты немесе оңаша тар ортада қалғанды ұнатады. Бұндай адамдар көппен бірге ойын, той, қарым-қатынас жасамағаннан кейін үйленуде қиындай түседі. Белгілі бір себептермен үйленген күннің өзінде отбасын алға сүйреп, заманның талабына сай жақсы әке немесе жақсы ана болу сынды асыл қасиеттен гөрі өмірге нала мен өкпе айтқан, басқа түскен қиыншылыққа батылдықпен шешім қабылдай алмай, барлық үшін көз жасымен жалғыз қалудан алатын әлсіз типті адам болады. Әні соның кесірінен алдына келген көптеген мүмкіндіктен айырылып, өзінің несібесінен тіптен адал еңбегінің жемісінен де құр қалатын жағдайларға жиі ұшырайды. Жармен бірге ақылдасып іс жасау немесе бала тәрбиесі мәселелерінде жоғарыдағы комплекстердің кесірінен нақты сұрақтарға жауап таба алмай, ақылын дұрыс жұмыс істете алмайды. 8-ші тақырып мінезі тұрақсыз адамдар. Бұндай типтегі адамдар көбінесе ата-ананың толыққанды екі жақты тәрбие бермеуінен келіп шығады. Әсіресе тұрақсыз мінезді адамдар көбінесе ата-анасы ажырасқан отбасылардың балаларында көп шығады. Бұндай жарым-жарты отбасыларда тәрбиеленген адамдардың тұлғалық қабілеттері толық қалыптаспағаннан кейін әрқашан дүниеге, адамдық құндылықтарға, соның ішінде отбасы мәселелеріне енжар көзқараспен қарайды. Қашан, қай уақытта, қайда, қандай шешім қабылдайтыны белгісіз, тосықси шешім жасағанға құштар.
Себепсізден себепсіз болайын деген істерді де болдырмай қоя салу, берген уәдесін бұза салу, тағы басқа. Адам баласына сенбеу, әсіресе сүйген жарына сенбей тырнақ астынан кір іздеп тұру — бұндай адамдардың басты ерекшеліктері. Сондықтан мінезі тұрақсыз адамдардың отбасы құруы ұзаққа созылатын мәселе. Кез келген уақытта қанша жерден ұнатып тұрса да, сөз байласқан адамын орта жолда қалдырып, берген сөзінен тайып, кесілген құдалықты да, тойды да болдырмай тастай салуы мүмкін. Үйленген күннің өзінде отбасының гармониялық тепе-теңдігін сақтауына, жар мен жұбай болып ақылдасып мәселе шешуге, балаларға дұрыс білім беру мен тәрбиеде ата-анаға қарайласу мен туысқандармен араласуда күтпеген жерден шу шығарып, жағымсыз жағдайларға кездесе береді. Ең көп кездесетін мәселе істің ақ-қарасын ажыратпастан артына бармай тұрып, айғай-шу шығарып, жоқ жерден мәселе табады. 9-шы тақырып: фанат адамдар типі. Фанат туралы сөз болғанда адамдардың санасына көбінесе спорт саласындағы жетістігі бар спортшыларға адамдардың қайран қалуы, оны өзіне үлгі тұту тағы басқалары елестейді. Алайда қоғамдық өмірге қарап отырсақ, қоғамның әр саласында өзіндік фанат адамдар бар. Мысалы, діннің, техниканың, әншілердің, киімнің, тамақтың, марканың, көліктің тағы басқа барлық нәрселерге фанат бола береді. Бұндай адамдар өздері жақсы көріп, фанат болған нәрсеге ғана көңіл бөліп, одан басқа ешбір нәрсеге дұрыс баға бермейді, қадір тұтпайды, қабылдамайды. Үнемі өзгелерді төмендетіп, өзінікін жоғары қойып, сөз жарыстырып, пікір таластырып, тіпті мәдениеті төмендері қарсы жағын басу үшін жаман сөздер қолданып, жаға жыртысуға дейін барады. Бұлардың көзқарасында кез келген адам осылардың жақсы көргенін жақсы көріп, осылардың кигенін киіп, тағы басқа бір типте өмір сүруі керек деп ойлайды. Сол арқылы айналасындағы адамдарға өз қалауларын қабылдатуға тырысады. Бұлардың ішіндегі қоғамға қатты әсер етіп, вирус сияқты зиян әкелетіндер спорт және саясат фанаттары мен әсіресе дін фанаттары болғандар. Өздеріне қарсы келгендерге кез келген құралды қолданып жауап беруі мүмкін. Фанат типі адамдар отбасында ата-анасы немесе жары болсын, көзқарасы ұнамаса, олармен үнемі пікір қайшылығына келіп сөз таластырады. Отбасындағы басқа мүшелердің өзімен бірге ойлап, бірге түсінбеуіне қатты қиналып, оларды жек көруге көшеді. Сүйіп қосылған жарының жеке мүдде, жеке көзқарас, жақсы көру, қалау және таңдау еркіндігін шектеп қана қоймай, оған кейде қатал шараларда қолданады. Өзінің қалағаны болмаса, айғай-шу, қол көтеру, тіпті бала-шағасын орта жолда қалдырып, жарымен ажырасуға дейін барады. 10-шы алдамшы адамдар. Заманымыздағы қоғамның ең үлкен айықпас дертінің бірі. Қоғамның дамуына кесе көлденең болып, мемлекеттің қазынасын судай шашып, сан мыңдаған шаңырақтарды шайқалтып, жесір ана мен жетім баланың санын көбейткен, шешуі қиын күрделі көп мәселенің басында осы алдамшы типтегі адамдар отырғаны белгілі. Адам дәуірдің түйесі, дәуір адамның иесі. Балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соны алады дегендей, бұндай адамдардың қоғамда көп болуы қоғамда қалыптасқан заман талабының заңы. Құқықтық мүдделерге жауап бере алмайтын ескіден қалған алдамшы, көзбояушы жалған есеп беру сынды жүйенің де сондайға көбірек мүмкіндік беруі. Алдамшы адамдар отбасында, мектепте, қоғамда алған тәрбиесінің әсерінен өсіп келе жатқан бір буын деп қарауға болады. Себебі кез келген адам баласы анадан туғанда алдамшы, өтірікші болып тумайды. Оған дәлел ретінде бабаларымыз балалы үйдің ұрлығы жатпайды деп ешқашан бала жүрегінің алдамайтынын, алдау тіптен ойында да жоқ екенін айтқан. Алайда бала өсе келе ортасына және отбасындағы тәрбиеге, жолдастарының жасаған қылықтары мен әрекеттеріне еліктеуден келіп шыққан мәселе. Бұндай адамдар үшін жалған айту, орындамаса да уәде беру, өзінің жалғаны мен орындалмаған уәдесін анықтау үшін ойдан құрастырылған себептер мен сылтаулар айту, қолынан келмейтін істі келеді
деп босқа мақтау үйренішті әдет. Ұнатқан қызбен үйлену үшін бойында бар кемшіліктерді немесе жасап жүрген жаман қылықтарын жасырып, жалған айтып, жақсы көрінуге тырысып, әрқашан жақсылардың рөлін ойнауға тырысады. Сондықтан бетпе-бет кездескенде басқа сөз, айырылысқанда артыңнан басқа сөз айту ең сүйікті ісі. Себебі ол әркімнен өзін ақылды, пысық, іскер, мал табар санайды. Бұндай алдамшы адамдардың отбасы құруы да тез болуы мүмкін. Себебі адамның тіліне аспандағы бұлт азады деген халық даналығына жүгінсек, бұндайлардың жалғанына басы айланып қалатын жас бойжеткендер көп болуы мүмкін. Бірақ көп заман өтпей жалғандық пен алдаудың құр уәденің үстіне құрылған бұндай отбасының ұзаққа бармасы анық. 11-ші тақырып: тойымсыз, қанағатсыз адамдар типі. Жалғыз басты немесе дәулетті, аз балалы отбасыларда жетілген балаларда болатын тип. Әрқашан тойымсыз, әр істе қолында бардың қадірін білмеген, астатөк көл көсір шашып қолданып үйренген ортада жетілгендіктен отбасы құруда да болашақ жардан сондай керемет, кемшіліксіз, үздіксіз, өнерлі, мінезді, сымбатты, атақты, даңқты, тағы басқа көп нәрсе күтеді. Сол себепті үйлену жасы артып, ұзаққа созылады. Қалағаны болмаса керісу, сатып жіберу, тағы басқа оның әдеттегі істеріне жатады. Оның үстіндегі айналасының барлығы оған қызмет етіп, оның қалағанын жасап жүруге міндетті санайды. Сондықтан ондайлардың өмірінде досы аз, туысқандары алыстаған, жанында болғандары да бостандығы жоқ, тәуелді немесе материалдық қажеттіліктері үшін жүргендер болып саналады. Бұндай адамдарға жар болатындардың көбісі дүниенің соңынан кеткен, өмірі мал табудан, қымбат нәрселер тұтынудан тұрады деп, достары мен туысқандарына жарының мал мүлкімен мақтанатындар мен намысты тастап қойып, дүниеге өзін құл қылғандар жар болуы мүмкін. 12-ші тақырып: жұмысбасты адамдар. Бұндай адамдар кез келген мәселеде алға ең бірінші жұмысын қояды. Ол үшін жұмыс өмірінің тынысы, өмірлік барлық мәселені шешуші фактор. Жұмыс тоқтаса, өмір тоқтайды деп ойлайды. Соған сай көңіл күй болады. Алайда ол жар, бала, махаббат, ата-ана, тәрбие, тағы басқа сынды қымбатты нәрселерді жұмысы былай тұрсын, таудай алтынға да айырбастап ала алмайтынын түсінбейді. Жұмысбасты адамдар ұйықтағанда, тамақтанғанда, тіпті түсінде де жұмысты ойлайды, жұмысын көреді. Кездесулері, жиналыстары, шешетін мәселелері ешқашан бітпейді. Тіпті демалыс күндері де жұмыс орнында отыру ол адамдар үшін қалыпты нәрсе. Әне соның кесірінен отбасына, ата-анасына ешқашан көңіл бөле алмайды. Олар өздерінің хақтарын сұраса, демалыс күні бізбен бол дегендейін дауыс көтеру, шу шығару, яғни мен сендерді бағу үшін осылай жүрмін деп ойнап жүрген жоқпын, мен жұмыстан шығып қалсам, көрер едім жағдайларыңның не боларын деген сөздер айту арқылы өзін де өзгені де алдап, жауапкершіліктен бетпе-бет келуден қашады. Міне осындай түрлі жолдармен ауыздарын жабады. Сол арқылы жарына, бала-шағасына ешқашан бос уақыт айырып көңіл бөлмейді. Анда-санда жанұясымен бір жерге барса, барғанша келгенше ұрыс-керіс жасап, жол бойы қолынан телефонын түсірмей адамдармен жұмыс мәселесін сөйлесумен болады. Келесі күндері жұмыста бір келеңсіз жайт бола қалса, апталар бойы отбасы мүшелерін кінәлайды. Сендердің кесірлерінен осылай болды деп, осындайдан кейін отбасы мүшелері ешқашан онымен бірге бір нәрсе жасау былай тұрсын, тіпті бірге тұрудан жиіркене бастайды. Егер бұндай адамдар әйел адамдарда болса, соңы тек қана екі нәрсемен бітеді. Не отбасынан ажырасады, не жұмысын тастайды. Олай жасамаса, соңы депрессияға айналып, әйел адамның ақылына ақау келуі мүмкін. Сондықтан қазіргі қоғамдық өмірге қарап отырсақ, бұндай типтегі адамдар әлде қайда көбірек, еркек адамдарда басымырақ. Жұмысбасты адамдар типіне кіретін адамдар көбінесе жастайынан кедей өскен, дүниенің тарлығын көп тартқан, ақша мен атаққа енді ғана қолы жеткен,
осы жұмысынан айырылса өмір бітеді деп ойлайтын рухани жақтан әлсіз, өз-өзіне сенімі жоқ адамдардан келіп шығады. 14-ші тақырып: қияли адамдар. Кейбір отбасыларда балаларына мүмкіндігінен тыс, басы артық көңіл бөлгеннің кесірінен балалары да өзінің мүмкіндігінен тыс артық бос қиялға салыну комплексіне әкелері даусыз. Жастайынан бос қиялға салынып өскен бала үйлену жасына келгенде елден өзгеше адамдарға үйленіп, адамдар таңдалатын басқаша бір отбасы болуды армандайды. Соның есебіне үйленетін адамына өзгеше шарт қояды. Мысалы, актер, сангер, әнші, биші, жұлдыз тағы басқа болуын қалайды. Алайда тапқан адамдарының бойынан екінші сипаты табылмаса, кейінге қалдырып үйленуді кешіктіріп, тағы басқасы бар ма дегендей уақыттың қалай өткенін білмей қалады. Жалпы алғанда, адамдардың психологиялық жаратылыс типтерін санап жазып таусу қиын. Себебі жер бетінде қанша адам болса, соншама типтер бар екені даусыз. Алайда біздің жоғарыда айтып отырғанымыз жаман айтпай жақсы жоқ деген халық мақалынан нәр алып, өмірде адамдар жар таңдау барысында жасайтын қателіктерді сәлде болса азайтуға қосар үлесіміз деп ойлаймыз. Жоғарыдағы санап шыққан типтеріміз қазіргі қоғамда адамдар көзіне ешқандай зерттеуді қажет етпей-ақ көзбен көріп, араласып жүріп көз жеткізетін типтер. Бұдан басқа психологиялық характерге байланысты, реңдерге байланысты физиологиялық жаратылысы мен заман талабына сай жаңадан пайда болған, тек қана тесті алу, зерттеу арқылы ғана ажырататын қаншама типтер бар. Бұдан тыс ғасырлар бойы өзгермей келе жатқан ұры, маскүнем, нашақор, парақор, бәлеқор, зинақор, өсекші тағы басқа типтер де бар. Осыншама адамдардың сипаттарды айтудағы ең басты мәселе, болашақ жас жұбайлар бір-біріне таңдап, сенім артып, өмір деген ағысқа бірге қол ұстасып, қарсы жүзу үшін түсінік пен арман, мүдде жағынан ұқсастықтар болғаны маңызды. Сол арқылы жар таңдауда тәжірибесіз жастардың үнемі жасайтын қателіктерінің үлесін азайту, әрі бұндай адамдардың сипаттарға ұлттық ерекшеліктер мен мәдени салт-дәстүрлер, рулық тайпалық ырымдар мен тиымдар, әдет-нанымдарды да ескерсек, жар таңдауда көп мәселенің басын ашып алған боламыз. Біз жоғарыда айтып өткен жағымсыз кісілік сипаттардың белгісі кез келген адамдарда болуы мүмкін. Алайда маңызды болғаны адамның осы жағымсыз сипатқа тәуелді болып қалмауы. Мысалы, адам баласына іс түсіп қиналған сәтте өмірін немесе ар-намысын сақтап қалу үшін жалған айтып, біреудің артық затын рұқсатсыз пайдалануы мүмкін. Бірақ маңызды болғаны бұл адамның бұндай жаман істерді жағдайы жақсы күндерде де үнемі әдетке айналдырып, мал табудың, жан бағудың оңай жолына айналдыруы. Жар таңдауда әсер ететін 4 адам. Бірінші, жігіттің шешім қабылдауы. Отбасы құруда жар таңдауда ең басты шешім қабылдайтын адам үйленетін жігіттің шешімі. Себебі ер адам қазақы ұлттық болмыста жарды таңдауы бірінші болып шешім қабылдайтын адам. Кіммен қашан үйленетіні жайында сөз қозғап, алғашқы болып болашақ жарға сөз салатын, ойын білдіріп бірінші қадам жасайтын адам ер кісі. Сондықтан алғашқы болып таңдау жасайтын адам ретінде мүмкіндігін қате жібермей, дұрыс таңдау жасау әрбір ер азамат үшін аса маңызды қадам болып саналады. Сол үшін де ертеңгі құрылатын шаңырақтың барлық жауапкершілігі алғаш болып асыраушы әрі қорғаушы ретінде еркек сұлтаны да осы себептен болса керек. Осындай шешім қабылдайтын әрі бір-ақ рет қателесетін маңызды сәтте ер жігіт үшін қыздың бойында болатын тек қана көзі жақсы көрінген нәпсісі ұнатқан сыртқы сұлулыққа ғана тән өткінші нәрсеге бой алдырмай, ақылмен, достармен, ата-ананың кеңесімен, басқа да отбасы құрумен жар таңдау туралы кеңес беретін мекемелердің көмектеріне жүгіне отырып, дұрыс шешім қабылдау аса маңызды болып саналады. Жігіт қаншалықты өзінің барлық жеке бас әрі отбасылық, рулық ерекшеліктерін ескере отырып, оның әрі дұрыс шешім қабылдауға тырысып әрекет етсе, келесі шешім қабылдайтын қыз жақ және екі жақтың ата-анасы үшін де
көп мәселенің басы алдын ала ашылатын болады. Сондықтан су басынан тұнады деген мақалдағыдай ең басты шешім жігіттің дұрыс қадам жасауынан басталады. Еркектердің қыз таңдағандағы басты жіберетін қателіктері түр тұлғасы, бойының талдырмаш болуы, күлген күлкісі, киіну стилі, отбасылық тегі, құрбыларының алдындағы беделі тағы басқасы. Бұлардың барлығы өткінші. Себебі жар болу, өмірге бала әкелу, оны тәрбиелеу, адам ретінде қатарға қосу, ата-анамен, туысқандармен дұрыс қарым-қатынаста болу үшін түр мен келбет маңызды рөл ойнамайды. Қанша жерден әлем сұлуына үйленгеніңмен, достарың үйіңе келгенде дұрыстап дастархан жайып, күліп ала алмаса, ер жігіт үшін тірідей, өлгенмен бірдей. Екінші, қыздың шешім қабылдауы. Еркек болашақ жар ретінде үміткерді таңдап, өзінің ойын білдіргеннен кейін болашақ құрылатын жақсы бір отбасын. Себебі Алла тағаланың адам бойына жаратып қойған бір маңызды динамигі, ер адам көбінесе жар таңдағанда көзбен көрген нәрсесін ақылға салуға тырысады, ал әйел адам нәзік жанды болғандықтан көбінесе жақсы жылы сөздер мен болымсыз ілтипатқа қатты көңіл бөлетіні белгілі. Сондықтан қыз шешім қабылдаған кезде сезімде әлсіздікке берілмей, жылы сөздермен бір рет сыйлаған гүлге, бір рет апарған мейрамханаға немесе 8 наурызда сыйлаған бір сақинаға бола мәз болып, тез берілмей ақылмен ойланып толғанып, жақсы отбасы құрған тәжірибелі достарымен немесе туысқандарымен, тіпті анасымен кеңесе отырып, асықпай дұрыс шешім қабылдау аса маңызды. Себебі адам өмірі дүние мен арзан ойын-сауықтарға сатылмайды. Адамға өмір бір-ақ рет беріледі. Адамның бұл дүниедегі ең басты адамдық қасиеті адам болып келген соң адам болып өмір сүру. Сондықтан отбасы құруда сол адам болып өмір сүрудің ең маңызды құрамдас бөлігі әрі бірегейі. Сол бірегей асыл қазынамыз болған отбасы құндылығын жас кезде албырт ақыл тоқтатпаған кезде біреудің арзаны мен жылтырағына мәз болып арзан бағаға сатылмауымыз керек. Сонымен бірге Алла тағаланың қыз баланың ар-намысын бекерден бекер перделеп қоймағанын да естен шығармауымыз керек. Сондықтан еркек қанша жерден өзіне қарай шешім қабылдап, сезімін білдіріп, сөз салып қолынан келген нәрсені жасағанымен, қыздың қабылдайтын шешімі оның талабын кері қайтару да мүмкін. Болмаса екі жақтың да таңдау деңгейі сәйкес келіп жатса, қыз жақтан да оң шешім табуы мүмкін. Себебі қыз қанша жерден заман талабына сай бостандығы болғанымен, дәстүрден аттап, әдептен озып, қазақы болмыстан алыстап, жігітке бірінші болып сөз салып, үйлену туралы өз ойын айта алмаса да, екінші шешім қабылдаушы ретінде заман талабына сай заң талаптары мен адамның құқықтарына сүйеніп, өзінің тұлға ретінде ақылы мен біліміне, өмірге деген қалыптасқан дұрыс оң көзқарасы негізінде жігіттің талабына оң немесе теріс шешім қабылдауы қыздың еркіндегі іс. Бұл мәселеде еркек қаншалықты маңыз беріп, 30 ойланып 40 толғанса да, қыз бала одан да артық ақыл мен ойланумен шешім қабылдауға міндетті. Себебі қазіргі замандағы қаншама шешуін таба алмай келе жатқан, сан соққан, арынан айырылған кәрі қыздар, жесір аналар мен тірі жетім балалар, тағы басқа қоғамда көрмеуге келмейтін шешімі қиын әлеуметтік мәселелердің көбі осы жар таңдауда асығыстықпен сезімге беріліп, жастықпен қабылдаған қате шешімдердің үлесі басым. Қыздың жігіт таңдауда көп қателіктері ұзын бойы, спортпен айналысқан, күші нығым болу, адамдарды өзіне қарататын әзілқой, аты шулы, ақшалы, малтабар, ойын күлкіге жақын тағы басқа. Тіпті басқаларды иянаттау, басқалармен үнемі керісу, бұлардың барлығы отбасы құрмастан бұрын қызық, маңызды, күлкілі болуы мүмкін. Алайда отбасы құрып, жауапкершілік арқалап, өмірге бала келгеннен кейін отбасында таңдаған жарымыз қаншалықты жақсы отағасы және жақсы әке бола алады, ол басқа мәселе. Үшінші, жігіттің ата-анасы.
Қазақы ұлттық болмысты бәріне жоғары қойып, өмір сүрудің заңдылықтарын, осы ұлттық болмыстарымыздың өлшемі саналатын ұлттық салт дәстүрлердің төңірегінде ұйымдастырылып, соған қарай шешім қабылдайтын біз қазақ халқының жастарының үйленіп, отбасы құруында ата-ананың қабылдайтын шешімі де аса маңызды рөл ойнайды. Жігіт пен қыз қанша жерден бір-бірін құлай сүйіп ұнатқанымен, өздеріне қарай шешім қабылдағанымен, ата-аналардың ризалығынсыз отбасы құра алмайтындарын да ұмытпаулары керек. Себебі олар қанша жерден жастар сияқты ойланып, жастардың сезімдерін түсінісе алмаса да, олардың ұлттық рулық, діни әдет-ғұрыптарға сүйенген әрі өмірлік тәжірибелері бар. Үйленетін жастар ата-ананың өмірлік тәжірибеден алған ақыл-кеңестерін аттап өтіп, тек қана жастық сезімге бой алдырып, шешім қабылдаудың соңы үлкен бодау беретін өкініштерге әкелуі мүмкін. Ата-ана ретінде алғашқы болып жастардың қабылдаған шешіміне баға беріп, олар туралы ой толғап, бас қатыратын ұлы таңдаған болашақ келінге құда түсу жайында шешім қабылдайтын жігіттің ата-анасы. Олар жастар сияқты жастық сезіммен туатын ұнату, сүю, жақсы көріп қалу, бір көргеннен ғашық болып қалу сынды сезімдердің талаптарына емес, қайта олар нағыз өмірлік тәжірибеден туындаған, өздері көзбен көрген, қолмен ұстаған қиын күндерде де бас қатырып, шешімін тапқан өмірлік ұстанымдары мен тәжірибелеріне, одан қалса салт дәстүр мен діни талаптардан туындаған ұлттық әдет-ғұрыптарға, ұлттық болмыстың ғасырлар бойы өзгермей сақталып келе жатқан жеті атадан қыз алмау сынды заңдылықтарына негізделе отырып шешім қабылдайды. Сол үшін еркектің ата-анасының болашақ отау құратын екі жасты жақсы тануы, олар туралы айналасымен кеңесе отырып дұрыс шешім қабылдауы өте маңызды. Себебі үйленейін деп отырған екі жастың біреуі 20 жылға жуық өздері бағып-қағып өсірген, атпал азамат етіп тәрбиелеген ұлдары болса, ал екіншісі біреудің алақанына салып аялап бой жеткізген аққудай таранған бұрымды қызы. Отбасыларының ұйытқысы болатын балаларына, жар болатын немерелеріне ана болатын, оларды дұрыс тәрбиелейтін, осы әулеттің ары қарай түтінінің түзу ұшуына себеп болатын, аяғы құтты болатын болашақ өздерінің келіні. Сол себепті еркектің ата-анасына түсетін шешім қабылдау жауапкершілігі де аса салмағы ауыр. Еркектің ата-анасы баласының талғамына, жасаған таңдауына құрметпен қарай отырып, асықпай сезімге берілмей, ойлана отырып, әсіресе туыс-туғандармен, әулеттегі ақсақалдармен ақылдаса отырып, болашақ келіндері жайында ұлдарынан сұрап, ұлының достарынан сұрап, немесе қыздың ата-анасын танитын таныс адамдар болса солардан сұрап, болашақ келіндерінің шыққан тегі білімі, отбасы, тәрбиесі, рулық салт дәстүрі, материалдық жағдайы тағы басқаларын қарастырып барып шешім қабылдаған дұрыс. Тіпті мүмкін болған жағдайда құдалық айттырмастан бұрын қыздың туысқандарымен мүмкін болғанша кездесіп, танысу мәселеге шешім қабылдауды одан арман жеңілдетеді. Себебі құдалық айттыру, кездесіп кеңесу барлығы мәселе бітті деген сөз емес. Екі жастың отбасы болуын тек қана заңды неке куәлігі мен діни оқылған неке ғана сипаттай алады. Төртінші, қыздың ата-анасының шешім қабылдауы. Еркектің ата-анасы жан-жақтылы ойланып толғанып бір шешімге келіп құдалық айттыруға келгеннен кейін, бұл мәселе туралы соңғы нүктені қойып өз шешімдерін айтатын қыздың ата-анасы. Соңғы түйенің жүгі ауыр дегендей, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай мәпелеп баққан қызының болашақ кімге жар, қандай әулетке келін болатын жайында шешім қабылдау қыздың әкесіне де, анасына да қиын тиері белгілі. Сондықтан қыздың әке-шешесі өмірге қызы келген күннен бастап, ерте ме кеш пе осы күннің келерін ертеден ойлап, бауыр еті баласы болса да қызын осы жолға ертеден дайындауы керек. Әні соның арқасында ғана қызының тәрбиесі мен біліміне сай келетін жақсы күйеу баламен жақсы құда кездестіре алады. Демек, қанша жерден қыз жат жұрттық болып жаратылғанымен,
бәрібір кез келген ата-ананың бауыр еті баласы. Сондықтан ертең оның бір шаңырақтан ұйытқысы болып, жақсы отбасы болып кетуі де қыздың ата-анасының қабылдаған шешімдерінің дұрыс-бұрыстығына тікелей байланысты. Күйеуге бергеннің жөні осы екен деп, көлденең көк аттыға қызымыз ұнатса болды екен деп, асығып шешім қабылдауға да болмаса таңдап, соңында тазға жолығуға да болмайды. Сондықтан қыздың ата-анасы қызы жоғарғы оқу орнының соңғы курсына келгеннен бастап айналасында жүрген жігіттерге сын көзімен қарап, қызының жүріс-тұрысын жіті қадағалап, кім болашақ күйеу бала болуы мүмкін екенін ерте бастан ойлап, арасында ақпарат жинауда болашақ қызының жақсы отбасы құруы үшін аса маңызды қадамдардың бірі болып саналады. Сонымен бірге қыз айттырып келіп отырған жігіттің ата-анасының тегі отбасылық құрамы кезінде ажырасқан, болмаса ажыраспаған, бай, кедей немесе біреудің жалғыз баласы, болмаса бұдан бұрын қыз ұзатқан немесе келін алған ба, алса алған келіні қазір қандай жағдайда, тағы басқа ақпараттармен танысу арқылы ғана шешім қабылдауға болады. Себебі үй алма, көрші ал деген бабаларымыздың тәліміне жүгінер болсақ, тіпті ұнамаса ертең сатып жіберетін үйдің өзін алғанда, ондағы бірге тұратын көрші маңызды болған. Сол сияқты үйлену сынды адам баласының ең маңызды өмірлік шешімінің басты шешуші факторы ол адам құндылықтарына баса мән берумен ғана дұрыс болады. Адам құндылықтары негізінде құрылмаған отбасы тек қана уақытша жыныстық қажеті үшін, аш қарынды тойғызу үшін кафеге барып қайтқан сияқты бос жалған бір әрекет қана болып саналады. Жар таңдаумен үйлену үшін кез келген болашақ жас жұбайлар міндетті түрде назар аударатын екі мәселе. Бірінші, болашақ отаудың барлық ауыртпашылығын көтеретін материалды әрі экономикалық күш. Екінші, барлық қиыншылыққа сабыр етіп, бір-біріне түсіністікпен қарап, кез келген жағдайда бір-біріне ақыл-кеңес айта алатын рухани күш. Алайда жақсы экономикалық күшті дұрыс құрып, дұрыс жолға дайындала алу үшін де мықты заман талабына сай, ұлттық құндылықтарды өз бойына сіңірген рухани күштің маңызы одан да зор. Дегенмен бүгінгі таңда күн сайын қоғамның әр саласының тез дамуына ілесіп, отбасы құруға да қойылатын шарттар күн сайын сан алуан құбылып, артпаса кеміген емес. Ерте замандарда ата-бабаларымыз басында үй бауырында қазаны болмаса да, қыс-қыстау мен жаз-жайлауға көшіп қонып жүріп, өмірге 5-6 бала әкеліп, оларды бағып-қағып тәрбиелеп, олардан сандаған батырлар мен елдің қамын ойлаған би шешендер тәрбиелеп, арттарына өшпес мол мұра қалдырып кетті. Ал қазіргі заман ауысты, заманға сай адамдардың өмірге деген көзқарасы мен талабы, қажеттіліктері ауысты. Сондықтан отбасы құруға қажетті рухани материалдық қажеттіліктер де күн санап ауысты. Сол үшін болашақ жас жұбайлар осы заманның шарттарын ескере отырып, заманның қажеттіліктеріне сай мүмкіндіктерін дайындап, қаншалықты дайын болса, соған сай отбасы құруға шешім қабылдауға әрекет жасау керек. Әсіресе бұл жауапкершілік әлде қайда көбірек болашақ отағасыға, яғни еркекке түсетін болғандықтан, жігіт бірінші болып отбасы құруға шешім қабылдайтын адам ретінде ақылымен асықпай ойланып, заманына сай ең минималды керек талаптарды өзінің шамасына қарай отырып қанағаттандырып, қандай отбасы құратынына шешім қабылдауы тиіс. Болмаса осы күнгі ажырасулар мен жесір әйел, тірі жетім балалар тіпті иттің өзінде болмайтын далаға күресінге баласын тастап кету сынды адам санасына кірмейтін жаман қылықтардың бәрінің астарында болашақ үйленетін екі жастың бойында рухани және экономикалық дайындықтың толық болмауы жатыр. Қысқаша айтқанда, үйлену оңай, үй болу қиын. Құрметті менің тыңдармандарым, уақыттарыңызды бөліп соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы білім болды деген үміттемін. Егер видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де жақын жандарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Оларға да пайдалы кеңес, білім болсын. Алдағы уақытта жолыққанша.